Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Менің каналымнан сіздер көптеген сабаққа байланысты неше түрлі әдіс-тәсілдерді үйрене аласыздар. Сонымен қатар Pinduoduo Қытай сайтынан келген заттарға распаковка секілді видеолармен таныс бола аласыздар. Ал бүгінгі біздің таныс болатын сайтымыз ол nareget.com сайты. Бұл сайтқа кіру үшін Google-дың іздеу жолағына осы сайттың атауын жазсаңыздар, яғни ең бірінші болып шыққан сайт осы сайт болып табылады. Бұл сайт не үшін қажет? Бұл сайт, яғни сіздің кез келген мәтініңізді аудиоға айналдыратын сайт болып табылады. Яғни өзіңіз аудионы оқып отырмайсыз, осы видео арқылы сайттың көмегімен аудиоға айналдыра аласыз. Ал бастап көрейік, бұл сайтқа жұмыс істеу үшін тіркелудің қажеті жоқ. Начать басамыз. Басқаннан кейін сіздерден екі түрлі әдісті сұрайды, яғни кез келген текстті аудиоға аударамыз ба, немесе презентацияны видеоға аударамыз. Бұл сайт арқылы сіздер екі түрлі әдісті жасай аласыздар. Біріншісі текстті аудиоға айналдырамыз, екіншісі презентацияны видеоға айналдыра аламыз. Бізге қажеттісі ол біріншісі, яғни біз текстті аудиоға айналдыруымыз қажет. Үстін басамыз. Басқаннан кейін міне осы жерге тексттерін саласыздар, және де немесе загрузить файлды сала салсаңыздар болады. Егер сіздердің үлкен көлемді файлдарыңыз болса, және де язык таңдайсыздар. Міне языктың көптеген түрлері бар. Голландский, французский, казахский, міне біз көптеген тілдер бар. Өзбекский, вьетнамский, португальский дейді. Бізге қажетті тіл японскийға дейін бар, бізге қазақ тілі қажет. Және де бұл жерде 4 түрлі адамның дауысы бар. Гүлшат, Берік, Фархат, Алтынай. Яғни жас қыздың, жас ұлдың, үлкен кісінің деген секілді дауыстары негізі. Фархат деген дауысты таңдап көрелік. Және де бізге кішігірім ғана текст қажет. Мысалы, дайындап қойған болатын. Осы жерді ала салайық. Мысал ретінде ғана сіздерге көрсетіп жатырмын. Міне бұл жерге қоямыз. Одан кейін создать аудио дейміз. Егер сіздерде үлкен көлемді документте тұрған материал болса, осы жерге алып келе салсаңыздар болады. Яғни загрузить файл деп саласыздар. Алмаған кішкентай ғана көлемде мысал ретінде сіздерге көрсеткендіктен создать аудио дейміз. Мына файлымыз салынды, яғни текстімізді қойдық, енді соны аудиоға айналдырады. Мына бізде 1-2 секунд болмай аудиоға айналды, енді соны тыңдап көреміз. Уақытша бос ақшалай қаражаттарды жинақтау коммерциялық банктердің алғашқы дәстүрлі базалық қызметі. Бұл банктың пассиві меншікті капиталымен тартылған қаражаттардан тұрады. Мына бізге осы текстімізді аудиоға айналдырып берді. Осы әдіспен сіздер кез келген тексттеріңізді осы аудиоға айналдыра аласыздар. Мына Фархаттың орнына Берік дегенді көрейік. Создать аудио. Осы әдіспен кез келген тексттеріңізді осылай аудиоға айналдырасыздар. Өздеріңіз оқып, отырып қиналмайсыздар. Міне, енді уақытша бос ақшалай қаражаттарды жинақтау коммерциялық банктердің алғашқы дәстүрлі базалық қызметі. Бұл банктың пассиві меншікті капиталымен тартылған қаражаттардан тұрады. Яғни екінші дауыс бұл. Енді бір қыздың дауысын көрейік. Яғни Гүлшат деген қыздың дауысын көрейік. Әрқайсының дауыстары, әрқайсының интонациялары, тондары әртүрлі байқап қарасаңыздар. Енді Гүлшаттікін көрейік. Уақытша бос ақшалай қаражаттарды жинақтау коммерциялық банктердің алғашқы дәстүрлі базалық қызметі. Бұл банктың пассиві меншікті капиталымен тартылған қаражаттардан тұрады. Міне осылай сіздер кез келген тексттеріңізді қоя аласыздар. Осымен nareget.com сайтымен таныс болдық. Егер осы әдіс сіздерге ұнаса пайдаланыңыздар. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып және де комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Бұл өте керемет әдіс. Сіздерге осы әдіс ұнайды деген ойдамын. Сау болыңыздар.